грипп болып ауырып қиналып жүргендер көрсін мына видеоны. Мынау итмұрын, міне осындай болады. Мынау итмұрын терілмеген соң осындай қатып қалған жемістері. Мынау итмұрынды компот қылып ішеді қыста. Сонда ешқашан грипп болмайды. Бұның пайдасы иммунитетті сразу еще қатты көтереді. Бұл иммунитет көтерілген соң грипп болып ауырмайды. Біріншіден, екіншіден давлениеге жақсы. Давлениені тұрақтандырады. Бұның басқа да бір өте көп пайдасы бар. Оны Google'дан іздесеңіздер де табасыздар. Менің білетін қазіргі білетінім осы. Грипп болмас үшін осыны қолдану керек. бір апта ішкеннің өзіне иммунитет кәдімгідей көтеріледі. Жемісі осындай, мынандай. Мыналар қажет емес, мыналарын күздің күні жинап алып, кептіресіздер. Кептіргеннен кейін барып, шайға нормасымен қосып ішесіздер. Ана нормасынан көтермей, не азайтпайшы ем болу үшін. Маған халық ем Нұрқадым деген Instagram, YouTube'қа жазсаңыздар шығады. Маған нөміріме жазсаңыздар WhatsApp-ма 877-257-1419 осының нормаларын айта аламын. Маған подписаться етіп, таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Менде басқа да парақшамда басқа да емнің түрлері көп осындай. Алдағы уақытта да көп салып отырамын.